Екі санның айырмасы 9-ға тең, ал бірінші санның 30%, екінші санның 40%-на тең болса, екі санның қосындысын табыңыз. Сонда бізде бірінші санның 30%, сонда міне, бірінші санның 30%, тең екінші санның 40%-на. Азырақ пайызынан көбірек пайызына тең болса, демек біріншісі көбірек деген сөз ғой. Демек бірінші азайту екінші тең 9 болады. Бұл жерде қайсы үлкен екенін анықтап алу маңызды ғой. Бізге табу керек екі санның қосындысын. Сонымен біріншісі тең 9 қосу е болады. Мына 100 бен мына 100-ді қысқартуға болады. Мына 0 мен мына 0-ді қысқартуға болады. Біріншісі 9 қосу еге тең. 3-ке көбейтеміз, тең 4 е болады. 9-ды 3-ке көбейтсек 27. Мынау деген 3 е болады. 4 е. 4 е азайту 3 е тең е. Е тең 27 болады. Біріншісі тең болады 27 қосу 9 қосу 27 тең болады 36. Оқушы осыны белгілеп қойған екен. Бұл бірінші сан, бізде екі санның қосындысын табу керек. 36-ға қосамын 27-ні. 6-ға 7-ні қоссам 13 бір ойда. 3-ке 2-ні қоссам 5, 6, 63 болады. Сонда міне 63 деген жауап осылай шығады. Сұрақтар болса жаза берейік.